сабағымыздың тақырыбы ұлттық аспаптар. Бүгінгі сабақта ұлттық аспаптар атауымен танысасың және күнделік жазып үйренесің. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Жетіген, қобыз, сыбызғы, асатаяқ және аспап. Жаңа сөз үйренейік. Бізбен бірге қайтала. Домбыра, жетіген, асатаяқ, қобыз, сыбызғы. Домбыра қазақтың өте ежелгі және кең тараған қос ішекті аспабы. Мойнына 9-дан 22-ге дейін перне байланады. Домбыра негізінен 2 ішекті, 3 ішекті түрі бар. Оның негізгі мынандай бөліктері: басы, құлағы, шанағы, бет қақпағы, ілгегі, тиегі, пернелері, ішегі бар. Асатаяқ ежелден келе жатқан сілкімелі аспап, бұрында бақсылар қолданған. Асатаяқ тек ән күй әуеніне қосылып қоймай, би ырғағында сүйемелдейді. Жетіген қазақ халқының өте ертеден келе жатқан 7 ішекті шертпелі музыкалық аспабы. Аспап ағаштан құралып жасалады. Оған 13 ішек байланып, арнайы тиектер қойылады. Аңыз бойынша жетіген аспабы бір қарияның 7 баласынан айырылғандығы қасіретінен туған деседі. Қылқобыз қазақ халқының ежелден келе жатқан 2 ішекті ысқышпен ойнайтын аспабының бірі. Ішегі жылқының қылынан жасалады. Қобыздың 3-4 ішекті нар қобыз, жез қобыз деп аталатын түрлері бар. Қобызды ағаштан құрап жасайды. Беті жартылай темірмен қапталады. Халық аңызында қобыздың шығуы Қорқыт ата есімімен тығыз байланысты. Сыбызғы бұрынғы кезде қамыс қурайдан жасалған. Қазір ағаш немесе басқа да қатты материалдан жасалады. Жасалған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Домбыра. Бұл домбыра. Бұл ағаштан жасалған. Оның тиегі, құлағы және ішегі бар. Келесі аспап. Бұл асатаяқ. Бұл ағаштан жасалған. Бетінде әртүрлі дыбыс беретін салтымшақтары бар. Бұл қобыз. Бұл ағаштан жасалған. Оның аттың қылына жасалатын ысқышы бар. Бұнау сыбызғы. Сыбызғы бұл ағаштан жасалған. Оның дыбысты түрлендіріп шығаратын ойықтары бар. Бірінші тапсырма. Аспап атауларын жаз. Бірінші суретте ол бізде сыбызғы, асатаяқ, қобыз, домбыра, және жетіген. Екінші тапсырма, мәтінді бірге оқиық. 1801 жыл 20 шілде Сығанақ қаласы. Бүгін мен шілдеханаға бардым. Шілдеханаға атақты ақындар, балуандар, күйшілер мен әншілер шақырылған. Жақын ауылдардан әнші, сазгерлер келген. Олар түрлі ұлттық аспаптарда ойнады. Қобыз, сыбызғы, домбыра, жетіген сияқты аспаптардың әсем сазына таң қалдым. Мен де өнер көрсеттім. Ақшабай маған күміс теңге берді. Я, қала тұрғындары жомарт әрі қонақжай. Ертең тағы жазамын. Қайырлы түн, күнделігім. Оқыған мәтін бойынша сұрақ құрастыр. Үлгіні басшылыққа ал. Үлгі Әсет бүгін қайда барды? Ал енді жауаптарымызды тексеріп көрейік. Шілдеханаға кімдер шақырылған? Қала тұрғындары қандай? Ақшабай Әсетке не берді? Келесі тапсырма, сөздерді көпше түрде жаз. Ал енді жауабымызды бірге тексеріп көрейік. 5-ші тапсырма, сұрақтарға жауап таңда. Күнделікке не жазамыз? Жауап: күнделікке алдымен уақыт көрсетіледі, содан соң мәтін жазамыз. Күнделікке маңызды оқиғаларды жазамыз.
Күнделікке ерекше күнді жазамыз. Екінші сұрақ, күнделікті қалай жазамыз? Күнделікке күн сайын жазуға болады, және менің ойымша күнделік жазудың ережесі жоқ. Бүгінгі сабақта біз сендермен домбыра, жетіген, қобыз, сыбызғы сияқты ұлттық музыка аспап атауларымен таныстық және күнделік жазуды үйрендік. Үй тапсырмасы оқулықтағы 6-шы тапсырма кешенде істегенің туралы күнделікке жаз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.